Жақында мен Дэвид Макрейнидің How Minds Change, яғни ой қалай өзгереді атты кітабын оқыдым. Егер біреудің ойын өзгерткіңіз келсе, оны фактілермен ғана жасау мүмкін емес. Қарсы адамға сөзсіз дәлел деп ойлаған фактіні көрсетсеңіз де, ол бәрібір оны жоққа шығаратын себептер ойлап табады, өз сенімін күшейтеді және сіздің айтқаныңызды құнсыздандырады. Бұл динамика үлкен деңгейде де байқалады. Мысалы, New York Times сияқты жаңалық көздері ыңғайсыз шындықты жариялағанда, адамдар оларды жалған жаңалық деп атап, берілген фактілердің бәрін жоққа шығарады. Ой қалай өзгереді кітабында автор Дэвид Макрейни 11 қыркүйек оқиғасын жасанды деп сенетін бір адамның оқиғасын баяндайды. Ол кейін сол теориядан бас тартып, қоғамына шынайы фактілерді жеткізе бастаған, бірақ сол үшін өз қауымдастығынан сатқын агент деп танылып, аластатылған. Егер осы видеодан бір ғана ой есте қалса, мынаны есте сақтаңыз: ешқашан біреудің сеніміне тура шабуыл жасап, оны фактілермен өзгертуге тырыспаңыз. Бұл кері нәтиже береді. Оның орнына мынаны жасаңыз: неге сіз бұл сенімге соншалықты сенімдісіз деп сұраңыз. Оларға өз сенімін дәлелдеуге тырыссын. Қиындыққа тап болғанын байқайсыз. Содан кейін олардың сеніміне қайшы келуі мүмкін жеке тәжірибелері туралы сұраңыз. Егер мұны дұрыс жасасаңыз, жылдар бойы қалыптасқан қатаң пікірлер бір ғана әңгімеде ақ өзгеруі мүмкін. Неге бұлай болады? Өйткені адамдар өз сенімдерін бұрын ойлағандай оңай дәлелдей алмайтынын түсінгенде, олардың сенімділігі әлсірей бастайды және олар ойларын өзгерте бастайды. Бұл дегеніміз, қанша жыл бойы сәтсіз талпыныс болса да, сіз жақын адамыңызға зиянды сенімдерден арылуға көмектесе аласыз. Немесе өзіңіз сенетін іске қолдау жинай аласыз. Немесе балаларыңызға жақсы шешім қабылдауға көмектесе аласыз. Автор Дэвид Макрейни әлемді аралап, адамдардың ойын өзгертумен кәсіби түрде айналысатындарды зерттеді. Мысалы, Калифорнияда неке теңдігі туралы үй-үйді аралап түсіндіретін адамдарды көріп, небәрі 10 минуттық әңгіме қаншалықты үлкен өзгеріс әкелетінін байқаған. Тіпті Rolling Stone журналының хабарлауынша, бұл әдістер дәстүрлі саяси үгіт-насихаттан 100 есе тиімді болған және 2020 жылғы сайлауда Байденнің жеңісіне әсер етуі мүмкін. Кітаптағы ең тиімді ой өзгерту тәсілдерін талдағаннан кейін, мен 3 негізгі қадам бар екенін анықтадым. Мен бұларды өзгеріске апаратын 3 бақылау нүктесі деп атаймын: қарым-қатынас орнату, сенімділік деңгейін талқылау және жеке тәжірибені ояту. Ойды өзгерту қадамы. Бірінші, қарым-қатынас орнату. Қарым-қатынас орнату бұл біреуді үйінің қауіпсіздік жүйесін өшіріп, сізді ішке кіргізгендей жағдай. Ол үй адамның эмоциялық әлемі, онда оның сенімдері өмір сүреді. Қарым-қатынас орнатылмайынша, адамдар өз сенімін өзгертетін деңгейдегі әңгімеге кірмейді. Қалай қарым-қатынас орнатуға болатынын ойлағанда, алдымен не істемеу керегін түсініңіз, бірден іске кіріспеңіз, олардың сенімін сынамаңыз, сөзін бұрмаламаңыз және өзіңізді олармен еш ортақ нәрсе жоқ адам сияқты көрсетпеңіз. Егер сіз осы мінез-құлыққа қарсы әрекеттерді кері бағытта айналдырсаңыз, онда 4 сөзден тұратын қарым-қатынас орнату формуласы шығады. Бірінші, босаңсу. Олардың ойын өзгертуге деген қажеттілікті босатыңыз да, тек олардың неге бұлай ойлайтынын түсінуге тырысыңыз. Сіз пікір талас жасап тұрғанда емес, ескі досыңызбен сөйлесіп отырғандай елестетіңіз. Екінші, қабылдау. Сіз олардың сеніммен келісудің қажеті жоқ, бірақ ол сенім үшін оларды ұялтуға болмайды. Егер сіз олардың орнында болсаңыз, бәлкім сіз де солай ойлар едіңіз. Сондықтан түсіністік танытып, сын айтуды уақытша тоқтатыңыз. Үшінші, қайта тұжырымдау. Сұрақ қойғаннан кейін мұқият тыңдап, олардың жауабын олар өздері ұнататындай етіп қысқаша қайталап беріңіз. Мысалы, менің түсінгенімше, сіз әмбебап базалық табыс экономиканы тұрақтандырып, жаңа кәсіпкерлік толқынына қауіпсіз негіз бола алады деп ойлайсыз. Мұны ізгі ниетті қайта айту деп қарауға болады. Бұл сіздің шынымен тыңдағаныңызды көрсетеді және олардың ойын құнды етіп көрсетеді. Сол себепті олар әңгімесін жалғастырғысы келеді. Төртінші, ортақ ұстанымды табу. Біз тайпалық жаратылыстармыз, бізге ұқсамайтын адамдарға сақтықпен қараймыз. Сондықтан ортақ нәрсені тез табыңыз. Сіздер неге сенесіздер, неден қорқасыздар, не нәрсені маңызды деп санайсыздар. Ортақ құндылықтар сенім тудырады, ал сенім өзгеріске жол ашады. Ойды өзгертудің екінші қадамы – сенімділік деңгейін талқылау. Адамнан мысалы сыдырмалы ілгек, қалай жұмыс істейді деп сұрасаңыз, ол оны күнде қолданатындықтан сенімді жауап береді. Бірақ егжей-тегжейін түсіндіруге келгенде шатаса бастайды. Психологтар мұны түсіндіру тереңдігінің иллюзиясы деп атайды. Біз бір нәрсені шын мәнінде білетінімізден әлдеқайда жақсы білеміз деп ойлаймыз. Бұл тек күнделікті заттарға ғана емес, терең сенімдерге де қатысты.
Егер біреу иммиграция экономикаға зиян немесе вакциналар қауіпті деп өте сенімді болса, одан сіз бұған қалай соншалықты сенімді болдыңыз деп сұраңыз. Ол нақты жауап беруде қиналады. Осы кезде оның сенімділігі әлсірей бастайды. Кәсіби ой өзгертушілер осы жарықшақты 3 сұрақ арқылы жасайды. Бұл сенімге қаншалықты сенімдісіз, 0-ден 100-ге дейін бағаласаңыз. Сіз ол бағаға қалай келдіңіз? Неге ол 100 емес? Бұл сұрақтардың әсері мынада: адам 90% сенімдімін десе, сол сенімін дәлелдеу үшін өте мықты негіз керек екенін түсінеді. Ал оны түсіндіруге тырысқанда, оның аргументтері жеткіліксіз болып көрінеді де, күмән пайда болады. Содан кейін сол күмәнді күшейту үшін, қалған 10 неге байланысты немесе неге бұл 100 емес деп сұраңыз. Бұл олардың өз күмәнін өздері түсіндіруіне әкеледі. Енді сіз қарым-қатынас орнатып, сенімділікке күмән ұялатып болғаннан кейін, соңғы қадам сенімді толығымен өзгерту. Жеке оқиғаны ояту. Көп адамдардың өз сеніміне қайшы келетін тәжірибелері болады, бірақ олар оны елемей тастайды. Мысалы, бір адам отбасында ер адам әрқашан үстем болуы керек, немесе барлық шешімді бір адам ғана қабылдауы тиіс деп ойлауы мүмкін. Бірақ кейін ол өмірде бір-бірін сыйлап, шешімді бірге қабылдайтын, жауапкершілікті бөлісетін отбасыларды көргенде, олардың қарым-қатынасы әлдеқайда тыныш әрі бақытты екенін байқайды. Сонда ол түсінеді: шынайы отбасы теңдігі біреудің жеңуі емес, екеуінің де бір-бірін тыңдай білуі. Көп жағдайда жеке тәжірибе жылдар бойы қалыптасқан сенімді бұзатын жалғыз күш, себебі шынайы өмірді жоққа шығару қиын. Сондықтан кәсіби ой өзгертушілер әңгімеде кілттер жиынтығы сияқты сұрақтар қояды. Әр сұрақ адамның өткен тәжірибесін ашатын кілт. Мысалы, сіз бір кездері қарсы жақтағы адамды кездесіп, оның шын мәнінде жаман емес екенін байқадыңыз ба? Осы сеніміңізге күмән келтірген қандай да бір жағдай болды ма? Адам өз тарихын айтқан сайын, ол сол сәтті қайтадан сезінеді, және бұрынғы қорытындыларын қайта қарастырады. Сіздің міндетіңіз сол әңгімедегі маңызды сәттерді атап өтіп, қайта көрсету. Егер мұны дұрыс жасасаңыз, адамның бұрынғы сеніміне қайшы келетін нақты жеке тәжірибе оянады, және бұл оның көзқарасын түбегейлі өзгерте алады. Бұл Дэвид Маккрейнидің «Ой қалай өзгереді» кітабынан алған негізгі ойым. Бұл кітап менің адамдардың ойын өзгерту туралы көзқарасымды қатты өзгертті. Оны оқуға кеңес беремін.